Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көпшілік біле бермейтін ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Жаңғақ пен кептірілген жемістерді сатып алғаннан кейін пайдаланбас бұрын міндетті түрде тазалап алуымыз керек. Ал егер тазаламайтын болсаңыздар, пайдасынан бұрын зиянын келтіруі мүмкін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, өз ойларыңызды жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода грек жаңғағын қалай тазалауды көрсететін боламын. Ең бірінші бізге ыдысқа салып аламыз. Грек жаңғағын үстіне салқындау су құйып жуатын боламыз. Видеодағыдай тура осылай жуасыздар. Барлығын жуып шыққаннан кейін қазір көресіздер суымыздың қандай лас, қандай кір екенін көресіздер. Сондықтан 5-6 мәрте жуып шығуымыз қажет. Суымыз тап-таза болғанша жуу керек. Одан кейін суын төгіп, жаңғақтарымызды пештің формасына жайып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште жаңғақтарымызды 10-15 минут толықтай кептіріп алатын боламыз. Осылай жаңғақтарымыз пештің формасына сиятын болса, барлығын бір-ақ салсаңыздар болады. Көріп тұрсыздар суымыздың қандай лас екенін. Пешімізді өте қатты қыздырмаймыз, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан 120 градуста 15-20 минут ғана кептіріп алатын боламыз. Осылай барлығын жайып алғаннан кейін саласыздар. Біздегі барлық жаңғақ дәндерді тура осылай 4-5 мәрте жуып кептіріп аламыз. Жаңғақтарды жуған кезде қорқудың қажеті жоқ. Ол өзінің дәмін сақтап тұрады. Жаңғақ дәндеріміздің толықтай кепкенін қалай білем десеңіздер, біреуін алып жеп көрсеңіздер болады. Олар қытырлақ, хрустящий болып кебуі керек. Сол кезде толықтай кепті деген сөз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі менің каналымда пайдалы ақпараттар болуы мүмкін, және де оңай рецепттер болады. Сіздерге менің видеом ұнаса, пайдалы болған болса, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ұл болсын, және де менің видеомды толықтай аяғына дейін көрген жандар болса, рахмет сіздерге.